Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен болатын Алима. Менің асханама хош келдіңіздер. Кешкі тағамға не жасаймыз деп ойланып жатқандарға осылай кешкі асқа ыстық тағаммен ерекше бір идеямен бөлісетін боламын. Менде мына жерде салатын тағамның ішіне керекті заттар: ет, картоп, пияз, болгар бұрышы, чеснок, және де қатқан нанымыздың ұнтағы, және де дәмдеуіштер бар. Барлығының грамын видеомыздың астына жазып қалдырып кететін болам. Менде мына жерде тартылған ет, және бұның үстіне тұз, қара бұрыш, және кинзаның ұнтағын салып, қатқан нанымыздың ұнтағында салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық куркуманы да саламыз. Бір ас қасық мұздатқышта тұрған укробымызды да саламыз. Егер сіздерде болмаса салмай қойсаңыздар да болады. Жарты шай қасық приправа салдым, шашличный. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған етімізді осындай кішкене шарик етіп, дөңгелетіп аламыз. Барлығын дөңгелетіп шығамыз. Еттерімізді дөңгелетіп болғаннан соң картошкаларымызды төртбұрышты етіп турап аламыз. Осылайша картошкалардың барлығын турап аламыз. Турап алған картоптарымызды барлығын майға салып, осылайша бір қуырып аламыз. Қуырып алған картоптарымызды осылайша сүзіп, майын жақсылап сырғып бір ыдысымызға саламыз. Енді кезекте екінші мәрте саламыз. Қалған салмасын салып болғаннан соң пиязымызды турауға көштік. Менде бір пияз осылайша кішкене төртбұрышты етіп турап аламыз. Турап алған пияздарымызды бір ыдысқа салып бір шетке қоямыз да, болгар бұрышын осылайша етіп, тәтті болгар бұрыштарды кішкене төртбұрышты етіп турап аламыз. Менде аз ғана майдың үстіне осылайша макаронымызды салып, жақсылап бір қуырып аламыз. Қып-қызыл болғанынша қуырамыз осылайша. Міне менде қызарып келе жатыр. Осылайша етіп жақсылап қуырып аламыз. Картошкаларымды қуырып болғаннан соң жаңағы котлеттерімді осылайша майға 1-2-3 минутқа қозғап бір қызартып аламыз. Қызартқан котлеттерімізді осылайша сүзгіштің көмегімен сүзіп ыдысымызға саламыз. Котлеттерімді қуырып болғаннан соң күрішті қуырып бұқтырып аламыз. Осылайша жаңағы макарондарды салып, үстіне аз ғана май қойып, одан кейін жібітілген күрішімізді саламыз. Менде күрішімді жуып жібітіп қойған едім. Соны осының үстіне салып, бір қуырып 5-10 минутқа қуырып аламыз. Күрішіміздің үстіне дәміне қарай тұз себеміз. Менде 1,5 шай қасық тұз. Осыны сеуіп, үстіне су құйып бұқтырып қоямыз. Суымыз жылы су құйсаңыздар болады. Менде жылы су. Осылайша қойып, бетін жауып қоямыз. Бір қайнағанша. Күрішім қайнап болғанынша мен жаңағы пияздарымды қуыруға шештім. Міне менде оттың үстінде сковородканы қойып, үстіне аз ғана көз мөлшермен майымызды құямыз. Пиязымыз бен
Чесногымызды салып, жақсылап бір қызартып аламыз. Қызарған пиязымыздың үстіне болгар борщын да саламыз. Болгар борщын 1-2 минут қозғап, қуырып алдық та үстіне томат пастамды, қолдан жабылған томат пастамды салдым. 1 кесе томат пастаны салып, осылайша етіп, жақсылап қозғап аламыз. Енді кезекте жаңа қуырып алған картоптарымызды салып шығамыз. Жақсылап бір араластырып аламыз да үстіне жаңағы котлеттерімізді да саламыз. Котлеттеріміздің үстіне дәмдеуіштерді саламыз. Менде паприка, шашличный приправа, Қытайдың тұзы. Осылайша етіп бір сеуіп шығамыз да үстіне 1 кесе суымызды құйып шығамыз. Бетін жауып осымен 5 минутқа қоямыз да күрішімізді аударамыз. Менің күрішім суын тартып болып, енді осыны бұқтырып қоямыз. Жан-жақтарын тегістеп, қақпағын жауып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Жаңағы котлетіміздің үстіне аз ғана петрушканы туырап, осылайша салып, бетін 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне күрішім да дайын болды. Осыны енді бір араластырып, менде осындай бір шыны ыдыс және де кофенің қақпағы, ішіне саламыз да күрішімізді осының үстіне салып шығамыз. Әсемдеу үшін осылайша қақпақты қоюды жөн көрдім. Осылай барлық жеріне салып, үстінен басып тегістеп шығамыз. Осылайша үстінен басып шығамыз да тәләркеге аударамыз. Өйткені баспасаңыздар күрішіміз шашырап кетуі мүмкін. Міне менің тағамым осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығатынына сөзсіз сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.